Біз анау видео таратқаннан кейін кәдімгі зор өтпей жатыр да. Мұғжиза қорына сендік дедім. Бірінші енді Алладан үмітіміз, екінші сол кісілерден. Ассалам, ассалаумағалейкум. Қайсыздар, жақсылармы? Ассалаумағалейкум. Қайсыздар, амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз? Ассалаумағалейкум. Қайсыздар, ассалаумағалейкум. Ай, машалла. Жақсы сөйлегендер де болып жатыр. Елшілік болады ғой әйтеуір. Құяға жалпы бұл өмір сынақ қой, өткен айтылғандай. Әркім әрқалай көзқараста болады. Біреу дұрыс қарамаса, біреу былай деп бізге де қаншама адам жазып жатыр. Не болады отбасына уайымдап жатырмыз деп. Неге созылып кетті деп. Расында созылып кетті. Оның созылып кеткен бір себебі де дәл қазір үйлердің бағасы қатты қымбаттап кеткен екен. Енді әрбір жаңа қиыншылықтың артында бір жеңілдік бар дейді ғой. Озатпай 9 балаңыздың несібесін Аллах тағала береді деп өткенде айттық. Міне сол бір қуанышты сәт мүмкін бүгін туып тұрған секілді. Келіп отырмыз. Алла құтты болсын баспанаға. Өз үйлеріңізге барасыздар. Аллах тағала сіздерді ұмытпай, міне сынақтар болды. Сол сынақтарда төздіңіздер. Міне сол баспананы сіздерге Аллах нәсіп етіп тұр екен. Алла разы болсын. Алла разы болсын сіздерге. Бүткіл қазақ еліне Алла разы болсын. Айтар сөзім жоқ, Алла разы болсын. Аллах тағала тек қана осындай қуаныштан жылатсын сіздерді. Жаңа айтқандай, не үшін кешікті бұл мәселе? Міне үй қымбат болып жатса, екінші мәселе біз жай ғана бір ауылдан шет жерден іздеген жоқпыз. Сіздерді көпшілігі ауырады, жақсы жерде тұрсын деп, негізі Шымкенттен іздедік біз үйді. Шымкент қаласында әрі жаңа домда тұрса сіздерге ыңғайсыз болар деп, Шымкентті бір жер үйден ыңғайлы ар жағына мал бақса да, және өздеріңіз былай тұрып өмір сүргеніңізде ыңғайлы болсын деп жер үй таңдадық. Алла разы болсын. Жер үйге барасыздар. Барлығына рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Алланың нұры жаусын. Машамызға. Ол да жыламайды. Тек қана өткенде айттық қой бір кеп кеткен кезде Алла қаласа мүмкін Аллахтағы бір жарық нұр сыйлап тұрған шығар сіздерге деп. Міне сол нұр иншалла бүгін келіп тұр. Алла қаласа. Рахмет, Алла разы болсын. Баршаларыңызға Алланың нұры жаусын. Осы шеттей бала шаға мен далада қаламын ба деп қорқып едім. Алла разы болсын бүткіл қазақстандықтарға сіздерге де. Рахмет, Алла разы болсын. Айтар сөзім жоқ. Айтпақ қазақ халқы жомарт қой. Негізі ақша жағы негізі тез жиналып қалған болатын. Қазақ халқы сондай жомарт, осындай жандар көрген кезде бірден ат салысып баспанаға көмек көрсетеді. Міне ақша негізі тез жиналып қалған болатын. Алайда біз жаңа жақсы жерден бұйырсын, қалаға жақын жерде тұрсын деп кешігудің себебі де сол болды. Аллахтан мүмкін сіздерді бір соңын айдың бір сынаған шығар. Мүмкін не айтады екен, кешіксе не айтады екен дегендей. Міне Аллах тағала нәсіп етті. Денсаулығым болғанда бүйтіп қол жаймайтын едім мен өзім. Шындығы да денсаулығым болмағаннан кейін амал жоқ. 9 баланың тағдыры, рахмет айтам. Алланың нұры жаусын. Бүткіл қазақ еліне рахмет. Ал енді өткенде ғана сонда қиналып жылаған едіңіздер, енді қуаныштан жылап жатырсыздар. Енді кейін дайындалсаңыздар, қазір машина келіп тұр, сол жаққа барып үйде көрсетсек сіздерге. Енді Шымкентте ұзақ жол сапар шегеміз. Арнайы алдық. Кішкентай балдарыңызға детский қылып алғанасы асты үстіне бөлісіп болады.
сіздерге де осы жұмыстарыңыздың жемісін көріп иншалла бұдан да биік белестерде көріне беріңіздер. Рахмет, Алла разы болсын. Айтарға нем жоқ. Алла баршамызға разы болсын. Ремонтымен, обоймен барлығы жасалған. Міне, құрметті бауырлар, Алланың қалауымен, сіздердің берген садақаларыңызбен осындай қуанышқа себепкер болып отырсыздар. Аллах тағала баршаларыңызға разы болсын. Осындай әрбір сәттерде, әрбір өздеріңізде көрсеткен осындай видеоларда бірден атсалысатын болсаңыздар, сенімділік танытсаңыздар, біз осындай отбасыларға баспана беріп, елімізде мұқтаж жандарға қалдырмайтындай дәрежеге жетейік. Баршаңызға Алла разы болсын.